Salamatsızlar mı okuşlar? Evet. Жақсы отыра алыңдар. Көңіл күйлеріңіз қалай болады? Бүгін сабаққа дайынсыз ба? Иә. Бүгін сабаққа кім жоқ? Айдар Алекеев жоқ, иә? Көңіл күйлеріңіз қалай? Балалар, сабақты бастамас бұрын сіздерді топқа бөліп алайық, иә? Келіп осы жерде топтарыңыз таңдап алыңыздар. Келіңіздер. Бір жағынан сіздерге жазғы оркей сыйлау үшін, бір жағынан топқа бөлу үшін шоколад дәріңіз. Артына қарай сандар кім? Ақырын қағазды ашсаңыздар, сандар көрініп тұрады. Иә? Үшінші топ мына жаққа, екінші топ мына жаққа, бірінші топ мына жаққа отырыңыздар. Екінші мына жаққа. Мына жаққа үшінші топ. Иә? Қолыңа бөлдік ба? Жақсы. Әр топта маған бір оқушыдан тілесін, топ бойынша өздеріңіз тілесін, бір оқушыдан ұсыныңыздар. Әрине, Ерхуан шыға ғой, сосын Айша шыға ғой, сіздерден Айзере шығады, жақсы. Енді мен сіздердің қолдарыңызға мынандай белгілер таратамын, ала ғой. Ыңғайлап ұстап аламыз. Енді қараңыздар. Топқа шығарып бағалап отыруды ұмытпаймыз. Мен қазір сіздерге тұжырымдамаларды оқимын. Егер тұжырымдама дұрыс болса, дұрыс деген белгіні, дұрыс емес болса, дұрыс емес деген белгіні көтеру керек болады. Аха. Жақсы. Балалар, барлығымыз тексеріп отырамыз. Барлық топтар. Қазір сіздерден сұраймын. Жақсы ма? Дұрыс болған жоқ па, иә? Қазақстан, КСР-дағы дайындаламыз балалар. Аха. Қай белгі қай қолымызда тұрған білеміз ғой, иә? Кім бірінші жылдан көтереді, соған балық алады. Жақсы? Кім жеңімпаз, соған үздік оқушы белгісі болады. Жақсы, бастаймыз. Қазақстан КСР-дағы жалғыз интернационал ел болды. Жақсы. Балды Ерхуанға береміз, иә? Ерхуанда бір бал. Келесі. Қазақстан қазір көпұлтты мемлекет емес. Ерхуанда екі бал. Жалғастырамыз. Мемлекетімізде қараңыздар балалар, мен сіздерге үш топқа үш түрлі эссе беремін. Бірінші топқа тату елдің тұтқасы сіздерге Ерхуан, екінші топқа бірлік біздің атымыз сәтті сіздердің топтарыңызға, үшінші топқа достығымыз жарасқан. Бұл жерде не туралы жазатынымыз белгілі ғой, иә балалар? Кім айтады, не туралы біз күн айтамыз? Не туралы жазамыз эсселерге? Қазақстан елінде тұратын ұлттардың достығы туралы жазамыз, иә? Өзіміз көріп жүрген. Жақсы, сіздерге сәттілік. Сіздерге 4 минут уақыт беріледі, уақыттарыңыз кетті. Әрқайсымыз жеке-жеке жазамыз. Бұл жеке жұмыс. Я сәтті, сіздердің тақырыптарыңыз бірлік біздің атымыз. Я тақырып жазып қойыңдар, бірлік біздің атымыз. Эссе не екенін білеміз, иә балалар? Өз ойымызды тұжырымдап жазамыз. Аят оқиды. Және Ерхуан жақсы. Аяқтап қалдық па? Естай оқиды. Аяқтап қалдық па? Рыскүл мен Ерасыл. Аяқтадық па балалар? Қане басымызды көтерейік дәптерден. Эссемізді оқып.
Qani, bastaymiz? Erman bastaydi. Essengde o'qiyman. Қазақстан отаның өркендеуінің жолында демекші, отаның сағат сайын, күн сайын өркендеп дамуда. Саяхатқа келген туристер қайтқысы келеді. Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері бар. Сол ұлт өкілдерін бөліп жармай, төрге шығарған қазағым, тату елдің тұтқасы болмай кім болсын? Жақсы, өте жақсы. Ісі, тату болмай. Қалай болсын, я? Кім болсын емес? Жақсы. Келесі, мен кімге айттым? Саят оқиды. Оқи ғой. Даусын шығар. Аха, оқи ғой. Жақсы, сізді өзім тексерейін ба? Күлді аяғындағы кісеннің дыбысы шығар деп қалған. Салдыр, көлдір дейді. Ол кісенің дауысы ма балалар? Жақсы. Адамдар күмбір күлді. Күбір. Я, күбір. Сөйледі болу керек болған. Ене жақсы. Келесі Қазақстан Республикасы жарыста финалға шығып, киелі домбырасымен күмбір күй тартты. Өте жақсы, жарайсың. Жалғастырамыз. Бүгін апай сабақта Аха. Қане, бәріміз бірге құрайық. Оқы ғой. мен сақ сөйледім. Аха. Апай сабақта сақ-сақ сөйледі ма? Бүгін апай сабақта сақ сөйлеп түсіндірді. Жақсы. Қалғанын балалар? Жақсы. Оқы ғой. Көтерілім шуақты күнде қар еріп тыс тамшылады. Аха. Тамшылар. Тыс, тамшылады. Өте жақсы. Балалар, бір ауыз сөзден ұлттар достығы туралы айтып беріңізші балалар. Қалай ойлайсыңдар, қалай түсіндіңдер? Жалпы ұлттарға кімдерді жатқызамыз? Кім бастайды балалар? Я? Қане айтамын. Я? Аха, Қазақстанда көп ұлттар тұрады, иә? Қандай ұлттарды білесің? Я, орыстар тұрады, сосын өзбектер, башқұр, көптеген ұлттар тұрады, қырғыздар, тағы? Я, үнді халқының адамдары, бізде көптеген студенттер бар, я? Біздің Қазақстанда әр ұлттан келіп оқып жатқан, я? Жақсы, жалғастырамыз, сәйт айта ғой. Олар достығының ұйытқысы неде екен? Ұйытқысы болғанда, олардың бірлікте, осылай мықты дос болып отырғанның себебі неде деп ойлайсың? Айта ғой. Себебі? Мен ергөрлеттің хабарламасын қазір бөлгім келіп жүр. Оқып бересің бе ергөрлет? Оқи ғой. Маған барлығы болғанда сабақ оңай және қызық болды. Жақсы. Саған да рахмет, белсенділік үшін. Тағы кім оқымыз керек? Ераз оқы ғой. Сабақта көптеген қиыншылықтар болса да, бірақ жоғары деңгейде өтті деген ойдамын. Жақсы. Ана оқып бермей ма? Жақсы, өте жақсы. Қане,